Бәріңе сәлем достар, сіздермен Нұрасыл Азат және Біліп Жүр арнасы. Бүгінгі видеода біз ұшатын тастар, яғни метеориттар мен астероидтар жайлы мәлімет беретін боламыз. Видео басталмас бұрын арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаймыз. Ал ендеше видеомызға кеттік. Қош жолы галактикасында планетаның мөлшеріне дейін өсе алмаған жыныстардың миллиардтаған бөлшектері бар. Олар күннің айналасында айналады. Кейде бір-бірімен және планеталармен соғысып тұрады. Олар аспанда тамаша жарық шоулар жасап, кейде планеталардың жойылып кетуіне себеп болады. Астероидтар – бұл күннің айналасында айналатын шағын ғарыштық тас денелер. Олардың көпшілігі Марс пен Юпитердің орбиталары арасындағы кеңістікте орналасқан. Олар осыдан 4,5 миллиард жыл бұрын планеталардың пайда болуы кезінде құрылған жарқыншақтар. Астероидтардың негізгі белдеуі 10 000 астероидтарды қамтиды. Ең бірінші астероид Церера 1801 жылы ашылған. Көптеген метеориттер өте шағын, сондықтан да олардың үлкен зиян тигізуі мүмкін емес. Бірақ бұған қарамастан 65 миллион жыл бұрын 10 километр диаметрі бар астероид жерге құлап, үлкен жер сілкінісі мен сейсмикалық толқындарды, яғни цунами тудырған. Осындай қақтығыста пайда болған шаңдар бұлтты атмосфераға көтеріліп, күнді жапқан. Нәтижесінде жануарлар мен өсімдіктер қырылған. Мүмкін осы астероидтың құлауы динозаврлар дәуірінің аяқталуына себеп болған шығар. Сыртқы күн жүйесінің кеңістігінде күннің айналасында кометалар айналады, және кейде олар біздің аспанымызда пайда болады. Олар екі құйрықтан тұрады, газ бен шаңнан және мұздан құралған қатты ядродан. Хейла-Боппа кометасы жерге 1997 жылы жақындаған. Бұл 20 ғасырдың ең жарық кометаларының бірі. Метеоритті жаңбырлар. Метеоритті жаңбырлар жыл сайын белгіленген бір уақытта ұшып өткен кометалардан қалған шаңдар пердесі арасымен жер өткенге пайда болатын құбылыс. Осындай жаңбырлардан соң аспанды жарқырататын мыңдаған құлап бара жатқан жұлдыздар өте сирек пайда болады. Метеориттер. Метеориттер бұл жердің бетіне құлаған ғарыш жынысының шағын бөлшектері. Олардың көпшілігі астероидтардың бөлшектері. Бірнеше метеориттер Ай мен Марстан құлаған екен. Метеоритті кратер. Жер бетіндегі ең соңғы және жақсы сақталған кратерлердің бірі ақш мемлекетінің Аризона штатында орналасқан. Оған 50 000 жыл болған және оның тереңдігі 180 метрге тең. Міне достар, бүгінгі видеода біз сіздерге ұшатын тастар жайлы қызықты деректер айттық. Егер де сіздерге осы видеоны ұнаған болса, лайк басып, арнаға тіркеліп және де пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал ендеше келесі видеода кездескенше, қош, сау болыңыздар.